Логика кітабындағы сан және цифр тақырыбына берілген бір есепті талдайық. Цифрларының қосындысы 4-ке тең болатын 3 таңбалы тақ сандардың ішіндегі ең үлкені мен ең кішісінің айырмасы неге тең болады дейді. Енді 3 таңбалы сан ол жүздік, ондық және бірліктен тұрады. Және цифрлары міндетті түрде 4-ке тең болу керек және міндетті түрде тақ болу керек. Яғни ең үлкені 301 болады. Себебі 3 қосу 0 қосу 1 4-ке тең. Ал енді кішісі 103 болады. 1 қосу 0 қосу 3 тең 4. Цифрлары 4-ке тең болып тұр, және де бұл ең кішісі. Ал енді 301-ден 103-ті азайтамыз. 11-ден 3-ті азайтсақ 8, 9-дан 0-ді азайтсақ 9, 3-тің орнында 2 қалды, 2-ден 1-ді азайтсақ 1. Сонда мәні 198.